жалпы түрлі рецепттердің жалпы не айтып кеттім мен. Сәлем достар, қалайсыздар? Менің Асикони арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі біздің видеода түрлі тағамдарды рецепттерін дайындау болады. Енді қараңыздар. Енді мен мына жерде тағамды қалай таңдаймын қазір сіздерге көрсетемін. Бұл жерде менің қазір подписчигім саны неше? 14 дұрыс па? 14 болғаннан кейін мен торттан басып төмен, сосын жоғары сөйтіп санап 14-ші тағамды пісіретін боламын. Мен бірінші торттан бастаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бізде 14-ші тағам. Әрине пиццаға түсіп тұр. Демек біз қазір пиццаны дайындайтын боламыз. Олай болса кеттік. Ал достар, енді біз пиццамыздың қамырын дайындайтын боламыз. Бірінші біз осы ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне сұйық майма, сұйық майма құйып, содан кейін тұзымызды сеуіп, оның үстіне суымызды құямыз, сонан кейін араластырамыз. Әне осы пенчикпен араластырамыз. Енді достар, қараңыздар, біз мынаны қазір дұрыстап араластырып, сіздерге қандай пицца шығатынын бәріміз бірге соңында көрейік. Соңына шейін көрсеңіздер, күшті пиццаны көретін боласыздар. Енді қазір мына жерде біз бетіне жағатын қоспасын дайындаймыз. Ол үшін алдымен ондайын қосып, табамызды қыздырып, оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне чесногымызды саламыз. Содан кейін көзімізді бәрі пиццада қолданатын кетчупымызды құямыз. Сонымен үстіне достар, соңғысы су қалды. Суымызды құямыз да істейміз. Оны қасықпен араластырмай тұрады. Тұз саламыз. Тұз, сосын қара бұрыш, содан кейін араластырамыз. Осындай әдемі қасымызбен It looks delicious. Өте әдемі қоспадаймын. Келесі, осы доскамыздың үстіне помидорымызды қойып, пышағымызды алып, жақсылап күшті майдалап. Енді жағы майдалаған помидорымызды, яғни қызанағымызды салып, кейін қарақат батын ұмытып тұрмын. Қарақат сияқты. Сосын үстіне осы пышағымызды тағы басып, түрлі бөліктерін бөлеміз. Оны да ыдысқа саламыз, сосын грибогымызды бөлеміз. Сіздерге пицца қандай түрінен грибокпен ба, қалай колбасамен ба, помидормен ба, жалпы пепперони ма? I'm so excited. Келесі, осы қамырымызды пиццамызға дайындап жаямыз. Дауысым жақсы естіліп тұрмай сіздерге. Енді келесі формаларын дайындайтын боламыз. Мен қазір өзімше мына жерде сіздерді жақсы көрем деген ниетте жүрекпен дайындағым келіп тұр. Барлықтарыңызды I love you ғой. Маған дәл осылай лайк басып, тіркеліп кетсеңіздер өтініш. Егер сіздер лайк басып, комментарий жасаңыздар, сосын тіркелсеңіздер, мен келесі видеоларымды бұдан да қызықты етіп шығаруға тырысамын. Достар, енді соңғысы қалды. Жалпы соңғысы дегенде осы бетіне жағатын кетчуп, сосын келесі бізде келесі бізде қазір бетіне жа помидор, қарақат, соларды бетіне қоса салатын боламыз. Енді осыдан кейін сырымызды өткіземіз. Өткізгіші қасық. Достар, міне ең соңғы жағына да келіп қалдық. Қазір уже пісіретін боламыз. Ең алдымен тез осы қоспаларымызды салып тастайық. Міне помидор, қарақат, осындай сайрау емес. It's beautiful.
сонымен ашамыз, саламыз достар. Енді бар болған 5 секунд күтеміз. 3, 2, 1, 0. Сонымен ашамыз. Perfect. Әдемі болды, көрдіңіз It бе? looks delicious. Достар, сонымен біз пиццамызды жасадық, жалпы аяқтадық осы пиццамызды. Енді достар, бұл пиццаны емес, келесісінде басқасын жасайық. Егер сіздер осындай коктейль, не осындай үлкен 4 этажды торт болса, өздеріңіздің қалаған тағамдарыңызды комментарийге жазып кетесіздер. Егер қайсы таңдалым көп жинайды. Мысалы, барлықтарыңыз торт деп жатсаңыздар, сол тортты пісіреміз. Сондықтан подписаться етіңіздер. Келесі подписаться еткен адамдар бойынша 15 подписчик болса, осыдан кейін тағы пиццадыр екен. Онда үлкен торт немесе осындай сэндвичті дайындау үшін маған көп подписчик керек. Сол үшін көп подписчикті тез осыған сэндвичке шейін толтырайық. Не болмаса, мына жерде 4 этаж тортты пісірейік келесінде. Ол нешінші жерге түсіп тұр? 15, 16, 17, 18, 19 подписчикте толтырайық достар. Жалпы толтыра берейік. Сіздер толтырған сайын мен де көп видео түсіріп салатын боламын. Сонымен Асикония арнасына тіркеліңіздер, ұмытпай. Комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Достар, мен сіздерге сенем. Осылай видеоны мен сіздер үшін күнделікті шығарып тұрамын. Күнделікті мен каналымнан қарап отырсаңыздар болады. Сол, сау болыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Всем пока!